Ал енді менде мынандай бір сұрақ бар. Иә. Енді ақылдасқан әңгіме ғой. Енді осы жобаны қолдайсың ба деген бірақ сұрақ болады бюллетенде. Мысалы, кейбір азаматтар бір бапқа өзінің бір ойлары бар. Қарсы, мына дұрыс болмады ғой дегенде, соны оны көрсете алмайды ғой енді, менің түсінігімше. Ал енді сол бір бапқа бола, жоқ мен бәріне қарсымын деп жазса қалай болады? Дұрыс сұрақ қойып отырсыз ол. Негізі конституция деген ол бір тұтас организм ғой. Оны бөліп біз бабымен дауыс бермейміз. Біз тұтас бір конституцияға дауыс береміз. Сол үшін талқылап жатырмыз. Бабын қазір талқылап жатырмыз. Егер сізде қазір бір бабына қарсы немесе басқа пікіріңіз болса, ұсынысыңыз болса, оны сіз қазір айтуыңызға болады, мысалы үшін. Ал енді біз референдумға келген кезде ол тұтас конституция дауысқа қойылады. Тұтас қабылдану керек. Есіңізде бар болса, біз 29-шы қаңтар күні біз алдықта бірінші жобаны шығарып, соны талдауға бердік. Азаматтар бірінші жобаны талдап, және бір бапқа қарсы болған адамдар жазды өз пікірлерін. 10 мыңнан астам ұсыныс келіп түсті. Сондықтан оның барлығын біз талқылап отырып, жаңадан нұсқаны жарияладық. Енді бұл халықтың өзінің пікірмен есептеліп, ескеріліп, сөйтіп жазылған нұсқа болып шықты. Содан кейін егер жаңағы сіздікі сияқты сұрақтар бар болатын болса, мына біздің жүрген жүрісіміздің бірден бір мақсаты осындай жаңағы толық бейнесінің тұтастығында емес, ішінде бір жерлерден сұрақтар туындайтын болса, сол сұрақтарға жабылып, бір-бірімізге түсіндірейік деген мақсатта жүріп жатырмыз. Сондықтан ең соңында және президенттің указында шыққан бір сұрақ, жалпы конституцияны қолдайсыз ба, я немесе жоқ деген жауапқа беріледі. Бұл енді мына референдум демократияның бірден бір элементі, бірақ референдумның халықаралық тәжірибеде қалыптасқан өзінің бейнесі негіз бір сұраққа жауап берумен қалыптасқан. Бұл халықаралық тәжірибе референдумға мәселе көтерілген кезде, жалпы тақдыр шешті мәселелер көтерілген кезде, я жоқ деген жауаппен ғана берілу осындай инструмент. Сондықтан осылай жауап береміз.